Ғабиден Қожахмет, Кәмпит. Әңгіме. Таңатар шешесінің зейнетақысымен күн көреді. Кейде бұл зейнетақыда оны-мұныға жете бермейді. Бүгін Таңатар аулада зерігіп отырып еді, шуласып ойнап жатқан балаларға көзі түсе кетті. Сонан соң балалардың жанына шақырып алып, жарысасыңдар ма деді. Балалардың көзі жайнап кетті. Жарыстырасыз ба? Ол үшін үйлерінен кәмпит алып келу керек деді Таңатар. Кейбір балалар мамам ұрсады деп барғысы келмеп еді, Таңатар оларға: онда жарысқа қатысу құқығынан айырылдыңдар деді. Біраз балалар үйлеріне қарай шапқыласып кетіп, уысын толтырып кәмпит алып шықты да Таңатардың күректей алақанына салды. Таңатар алақанындағы кәмпиттерді жанында жатқан жұқа тақтайшаның үстіне үйіп қойды. Сонан соң балаларға қарап: әнеу талды көріп тұрсыңдар ма деді. Мен 3-ке дейін санағанда жүгіріп кетесіңдер де, сол талды айналып жүгіріп келесіңдер. Сөйтті де Таңатар балаларды жарысқа қосып жіберді. Сосын өзі тақтайшаның үстіндегі кәмпиттердің бірін алып, қағазын аршыды да аузына жытырды. Осыдан кейін тақтайшаның үстіндегі кәмпиттерді уыстап алып, шалбарының қалтасына тықты. Тағы да уыстап алып, көйлегінің қалтасына салды. Осы кезде тақтайшаның үстінде 3 түйір кәмпит қалған еді. Таңатар оларды алдыңғы болып жүгіріп келген 3 балаға жүлде ретінде ұсына салды. Сонан соң біраз мырау мақтау сөздер айтты. Сосын шалбарының артқы қалтасына қолын салып жіберіп, кішкене сынық қаламсап алып шықты да, әлгі өзі жеген кәмпиттің қағазының ақ жеріне 3 деген жазуды жазып, 3-ші болып келген кішкене қара баланың қолына ұстата салды. Сосын қағазы тәуірлеу-ау деген тағы да 2 кәмпитті аршып, ұртына тықты да қағазына жазып жіберіп, тиісінше 2 балаға ұстатты. Аға, деді осы кезде кішкене қара бала Таңатарға жәудіре қарап: мына қағаз бірдеңеге жарайды ма? Ой, ол бәріне де жарай береді, деді Таңатар даусын құбылта сөйлеп. Бала енді Таңатарға үміттене қарады. Оқуға түсуге де жарайды ма? Мамам өскенде оқуға түсесің деп айтты. Оқуға түсуге де жарайды, деді Таңатар бүлк етпестен. Осы қағазбен барасың да физкультура факультетіне түсіп кете бересің. Бала осыған қуанып қалды. Ең бастысы, Таңатар ағаңның жарысының жүлдегері деген сөздің өзі неге тұрады деп, Таңатар баланың басынан ауыртпай шертпей қалды. Осыдан кейін басқа балаларға көзін аларта қарап: қане, тараңдар, деді. Сөйтті де өзі үйіне кіріп, қалтасындағы қалған кәмпиттерімен шай ішіп жатты.